Баласа ханым, енді Саттаулет ренжіп отыр ғой, маған көңілім қалды деп. Қалай айтсам болады, мен негізі көп нәрсе сұрамаймын. Просто субординация сұраймын да. Қалай десем болады. Субординацияны сіз қою керексіз, Айдана. Кімнің сізбен қалай сөйлесетінін сіз айтасыз. Қанша метр алшақ жүретінін сіз қоясыз. Мен себебі тағы да бір видеоны байқап қалдым, көрдім. Ол жерде Ернар және тағы бір жігіт. Мен тіпті кім екенін ұмытып тұрмын қазір. Сізбен сөйлесуге таласып тұрма, сізге таласып тұрма, түсінбедім, бір түсініксіз видеоны көрдім мен негізі. Көріп алайықшы соны. Мұна жаңағы видео ма? Ернар қол ұстап тұр мына жерде. Кім? Әділет, иә? Әділет беліңізден ұстағысы келіп жатыр. Және Әділет өзіне қарай шақырады, Ернар қызғанып жатыр ма, сізге жібермей жатыр. Сіз сұраған субординация осындай ма? Және жігіттер, сіздерде қандай қарым-қатынас? Мен бұл не? Бұл талас па? Жоқ, бұны түсіндіріп кетейін. Иә? Біз сөйлесіп тұрдық. Әділет, сіз не істеп жүрсіз? Мен сөйлесіп тұрдым, Әділет андай прикол ұстап кеп қалды. Әділет тұра тұршы, біз сөйлесіп алайық дедім да, бүйтіп Айдана қарамаққа маған қарап сөйлей берсей болды дедім да, Әділет содан кейін кетіп қалғаны бар. Әділет? Иә, бұл ситуацияда мен ешқандай не сұрамаймын. Айчо бүйтіп не істеп тұрсыңдар деп прикол ұстап, айчо беліңнен ұстап жатыр ма деп бүйтіп істегенмін. Сосын тұрды да Ернар айтады да. Жоқ, сіз ұстауға тырысқансыз. Иә. Айдана қолыңызды қағып жатыр. Нені білдіреді бұл? Ешқандай. Сізге не керек Айдананы құшақтау, сізге неге керек? Айттым, мен видеодағыдай осылай ұстауға бола ма сен деп айттым. Тиктоктағыдай. Қай видео? Жалпы сен тикток түсіресің ғой, не істеймін бұл? Осылай ұстауға бола ма деп айттым. Жоқ, ол өйтіп айтқан жоқ болсақан, бола ма деген жоқ. Сендер алдында тикток түсіріп жүрдің ғой, Ерақа сен бүйтіп тиктоктан да билеген сайын сен бүйтіп белінен неғып бүйтіп ұстайсың дегенге келтіріп прикол ұстады бұл маған. Ал бүйтіп бола ма деген жоқ, просто қазір тілінен шатасып кетті ғой. Біз тикток андасында. Сол кезінде енді тиктоктың бір сәтінде видеода бүйтіп белден ұстау бар, қолын жоқ, егер Айдана қолын қақпаса, Әділет құшақтап ұстап тұрайын деп тұрсыз. Жоқ, болсақан. Қолынан қақты, мен бірден Әділетті артқа қарай итердім. Қазір ұпа біз өзіміз сөйлесіп алайықшы дедім да, прикол ұстап тұрды да кетіп қалды ол. Бұ да арам ой болды деп ойламаймын, ешқандай бір сөйлесіп. Сонда не істеп тұрсыз? Сіз Әділеттен қызғанып тұрсыз ба? Жоқ, мен болсақан қайда қызғанған енді. Жоқ, мен жеке сөйлескім келдік, келіп қалды моменте бүйтіп. Бір нәрсе істеп отқан, тоқтай тұр, ұпа дедім да, содан кейін мен өзім сөйлесіп алайын, Айданаға қоятын сұрақтарым бар. Мен негізі бұл видеоға мән бермес едім. Егер де сіздер бір-бірлеріңізге реніштеріңізді айтпасаңыздар. Жігіттер менен аулақ жүрулері керек, жігіттер Айданаға қарай, Айдана басқаша ойлап қалды деген әңгіме дәл сол күйінде қалатын еді, егер де сіздердің араларыңызда мәселе болмаса. Бірақ мәселе болып шыққаннан кейін сіздердің араларыңыздағы мәселе субординация болып жатыр. Неге бұлар өздерін ұстай алмайды? Және сіздердің тараптарыңыздан Айдана кінәлі деген сияқты әңгімелерді, пікірлерді бір емес, мен бірнеше адамнан естідім жаңа. Айдана, саған тіпті жігіттермен өзіңді қалай ұстау керек, соны үйрену керек деп кім айтты? Мен тіпті ұмытып қалдым. Бірақ осындай әңгіме айтылды, Расул айтып кетті, жаңа. Әділет айтты, тағы бір сөз айтты Айданаға қатысты. Мен түсінбедім. Мәселе Айданада ма? Әлде жігіттерде ме? Кімде мәселе? Никак Айданада емес. Мәселе Айдана қазір тоқтай тұр. Айданада емес баласақан. Мен бағандан бері не үшін шырпыр болып жатырмын? Мен жігіт ретінде мойныма алам, болды осы нәрсені. Мен кінәлімін, Айдананың ол жақта ешқандай кінәсі жоқ. Бірақ енді ұпамен болған ситуация ол примерно көрсетті сөйтіп. Сен тиктокта осылай билейтін едің ғой дедім. Ұпа қоятшы, өтініш, біз өзіміз сөйлесіп жатырық қой дедім. Одан кейін барып соңында күлгенім бар менің. Күлді да кетіп қалды. Бірақ бұл жағдайда Айдана, қазір сен андай барлығымызда именно
сенімен жақсы араласатын адамдарды сен басқаша адам ретінде кейіпте көрсетіп жатсың. Біз саған сен бізге үміт беріп жүрсің деп сені поле зрениеге тастап үндемей отқан жоқпыз. Біз саған айтып отырмық ағымыздан жарылып. Осы жақтағы бір тілекші адам ретінде саған біз бақыт тілейміз и всегда қасында боламыз. Поддержка ретінде, дос ретінде, аға ретінде біз сенің қасындамыз деген нәрсені сен вообще басқа нәрсеге бұрмалап жатсың да, типа бізге ренжіп көңілің қалып отыр. Бірақ ол қандай көңілің қалып отыр, қай жағынан көңілің қалып отыр, сол маған таңсық болып отыр, шынын айтсам. Баласахан, мәселе кімде деп жатсыз ғой? Мәселе менде негізі ше. Мен слишком жұмсақпын деп ойлаймын да. Маған андай болу керек сияқты. Десе, деп біреу бір нәрсе десе, білмеймін, сондай болу керек сияқты. Мінезімді қатайту керек сияқты деп ойлаймын да. Және айтқан қалжыңдарына күлмеу керек сияқты, жылы қабақ танытпау керек сияқты. Сол себепті мен осы Қосаяқтағы жігіттермен, жалпы қыздармен жарайды, менің сәлемім өте жақсы, өте түзу да, бірақ жігіттермен мүлдем андай субординация сақтап, тек қана амандасып қана жүрейінші деп шешіп отырмын да, дәл қазіргі сәтте. Ешкімнің қалжыңын да көтермей, сөйлеспей де артық, ешқандай повод та бермей деп айтайыншы. Солай араласқым келіп отыр. Жоқ, мен былай сұрақ қойыншы Айданаға. Жаңа мен сенен осы жақта әңгіме болып жатқан кезде мен 2 рет саған жақындадым. Айдана, барлығы дұрыс па дедім. Сен маған күліп күшті жауап бердің. Я, барлығы дұрыс қой дедің. Дұрыс па? Мен жақтан қатер кемшілік болатын болса, мен сенен кешірім сұраймын. Мініма деп сен қолыңды ұрдың. Нормально болды. И бір моментте сен андай кілт ете қалдың да? Маған, Баласахан, андай басында жарайды деп отырдым да, күліп отырдым, андай қалжыңдарына күліп отырдым, жігіттердің айтып жатқан, бірақ андай айтылып жатыр да, и білмеймін, мен үшін білмеймін, последняя капля ол Упаның сөзі болып кеткен сияқты. Сол айтқаннан кейін көп нәрсе айтып жатыр ғой, жалпы Тұран туралы өте көп тиіседі ғой Упа, қанша эфир бойы айтты, командалық жұмыс, командалық махаббат, сендер осындай бір чертежбен жүресіңдер деп 3 рет па 4 рет па айтты. Мен оны каждый раз мен оған жауап берген жоқпын, жарайды, үндеген жоқпын, бірақ бүгінде тағы да айтылды да, и менде прям андай болды. Соңғы капля дейді ғой, бір сондай болып кеткен сияқты, бір өзімді өзім ұстай алмай қалдым, шыны керек. Жоқ, енді былай сұрақ қояйық, соңғы бір нүктесі болсын. Сонда уже болды, адами фактормен, адамгершілікпен араласпаймын деп шештің, и осы уақытқа дейінгі біздің бір сыйластығымыз сонымен бітеді, и сен бізге қарай қазір бойкот қойып отырсың. Дұрыс түсіндің ба? Сол жігіттермен мүлдем араласқым келмей қалды, Баласахан. Шынымен де. Тек қана сәлемдесіп қана, солай ғана болды, артық ешқандай әңгіме де, қалжың да, олай сөйлесіп. Бұл барлық жігіттерге байланысты ма, әлде атын атап айтасыз ба? Осы жігіттер менің әзілімді жауап қайтарғанымды түсінбейді екен дегендей. Жоқ, мен негізі жақсы араласатындар өте көп бұл жақта ше. Нұржан бар, Жәнібек бар, Бекзат бар. Олар мысалы адами тұрғыда жақсы кәдімгідей сөйлесеміз, қалжыңдасамыз да, бірақ ешқашан білмеймін, ортада бір ондай талқыланбағанда ол мәселелер. Бірақ именно кейбір определенный жігіттерге қатысты бір тіпті жақындап кеткен күннің өзінде бір ушығып кетеді, арты деген осындай бір ұрысқа айналып кете ма, бір сондай болып кететіндер бар. Енді айтайыншы Баласахан, Айгерімнің ішіндегі бір жаңа айқайын және жек көрінішілік түсініп тұрған сияқты менше. Өйткені Айдана бағана енді Ернарға айтысы келіп отыр, негізі просто енді жұмсақтығымен өзінің кішкене көңіліне тек етпейінші деп отыр да. Негізі Айдананың кішкене ашуланып отқанына сен неге мені бұндай ойыныңа араластырасың деген айтқысы тұр негізі. Просто Айдана кішкене түсіндіре алмай жатыр да. Бағана мысалы Ернаның істеп отқанның барлығы мысалға Айдана просто Айдананы кірістірді ғой бұл ойынға. Ернар қолдан кірістіріп тұр бұл нәрсенің барлығын. Айдана просто соған күйініп тұр да. Сен маған не үшін күле бересің? Мен не үшін жаманатты қыласың деп отыр. Садикенде кезінде әңгіме шықты ғой Саттөретке байланысты. Соған байланысты кішкене қатысты жіберді деп ойлап тұрмын бұл нәрсенің барлықтарын ше. Бір жағынан таңғалып отқаным, бұл жерде жігіттердің бағана белін ұстаған Әділеттің өзінің таныстағы қызы бар. Ернардың да өзінің таныстағы қызы бар. Неге именно таныстағы қызы бар жігіттер бар, Айданаға жақындайды екен, мен сол қызық болып тұр маған. Былай істейік, шешім болсын, Айдана. Не істейміз? Тоқтам қойыла ма бұл жігіттерге, кімдерге? Айтатыныңызды болсаң айтыңыз. Алдағы уақытта мәселе болмасын бізде. Алдағы уақытта енді шынымен де Ернар, Саттәулет, жаңа кім? Әділет те бар, Жоқ, шынымен де Әділет маған өте көп тиіседі, андай сөзбен болсын, бір көңіліме негізі тиеді. Ринат аға бар оның ішінде, білмеймін, негізі мен Ринат ағамен былай да араласпаймын, өмірде мүлдем араласпаймын жалпы. Жалпы сол кісілермен тек қана амандасып қана жүре берейінші деп шешіп отырмын. Баласахан, енді көп тиіседі дегенде мен саған қатысты ойбай, мен саған бүйтем сөйтем деп жоқ. Мен сенен де қатты прикол ұстайтын қыздар бар, мен ауыр әзілде, бірақ та оның артына ештеңе жоқ екенін барлығы біледі ғой.
ал так оны өзіңе бір қатты қабылдама, мен сені білемін қандай екенін, самый главный әзіл-әзілмен орын-орынмен. Бірақ та мына жақта қаншама халықтың арасында маған көп тиіседі, ауыр айтады. Мен өзімнің көрген пікірімді айтамын, жаңа команда болсын, не болсын. Шынымен де командалық махаббаттан шаршап, жеке тұлғаға өткін келгенін мен айтқым келді, и все. Жақсы, шешім қабылданды. 4 жігітке бойкот. Естідіңіздер ғой жігіттер.